Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Африкадағы дамушы елдер, саяси картасының қалыптасуы, құрамы, табиғат жағдайлары мен ресурстары. Африка туралы не білеміз? Африка жер шарындағы Евразиядан кейінгі екінші үлкен материк. Ол құрлықтың 1/5 бөлігін алып жатыр. Аумағы солтүстіктен оңтүстікке қарай 8000 километр, батыстан шығысқа қарай 7,5 километрге созылып жатыр. Жерінің жалпы ауданын алған кезде аралдармен қоса есептегенде 30,3 миллион шаршы километр. Саяси картаның қалыптасуы 3 кезеңнен тұрады. Ежелгі, орта ғасырлық, жаңа. Біздің заманымызға дейінгі 3 пен 1 мыңжылдықтарда Сенегал, Нигер және Конго өзендері алаптарында жоғары дәрежеде дамыған мемлекеттер қалыптасты. Кейінгі ғасырларда Батыс Африка аумағында Гана, Мали тәрізді ірі мемлекеттер, империялар пайда болып дамыды. 15 ғасырдың сонында Батыс Африка жағалауын бойлап жүзген испандар материктің оңтүстігіне дейін жетті. Осылайша оңтүстік Африкада Голландия отары Кап провинциясы пайда болды. Ағылшындар Африканың ішкері аудандарын отарлаудан бұрын арнайы жасақталған ғылыми зерттеу экспедицияларын жіберіп, барлау жұмыстарын жүргізді. Африканың қазіргі саяси картасының қалыптасуына Европалық отарлау, кейіннен отар елдерінің тәуелсіздігін алуы басты ықпал етті. Африканы отарлауды жағалаулар мен аралдар бастаған Португалия, Мадейра аралдарын, экватор бойындағы Сан-Томе және Принципе аралдарын бағындырды. 20 ғасырдың 60 жылдарына қарай Африкада 16 ел тәуелсіздігін жариялады. 19 ғасырдың ортасына қарай материктің бар болғаны 1/10 бөлігі ғана отарланды. Осы көрсетілген картада 19 ғасырдағы Африкада отарлық иеліктері болған елдерді көруге болады. 20 ғасырдың басында Африка аумағының 90% европалық отарларға айналды. Елдердің мемлекеттік құрылымы. Елдердің көпшілігі унитарлық республика, ал федерациялық республика Нигерия, Оңтүстік Африка республикасы, Комор аралдары, Эфиопия жатады. 3 монархия ел бар сақталған: Лесото, Свазиленд, Марокко. Көптеген елдер Британ бірлестігінің мүшелері болып табылады. Осы картада көріп тұрғандай пайдалы қазбалар көрсетілген. Мына жерде шартты белгілер. Осы шартты белгілеріне қарап, Африканың пайдалы қазбаларына талдау жасауға болады. Мына жерде көрсетілгендей кестеде ең маңызды бұл жерде минералды ресурстар. Мұнай, газ, ірі кен орындары, тас көмір, марганец, кобальт, мыс, платина, алтын, темір, алмасқа өте бай. Су ресурстары жеткілікті. Таралу әркелкі. Материктің су ресурстарының жартысы Конго өзені үлесіне тиеді. Жер ресурстары. Жер ресурстары жан басына шаққандағы өңделетін жер үлесі оңтүстік шығыс Азияда әлдеқайда таралған. Оны мына картадан көруге болады. Орман ресурстары. Жерінің 10% жуығы орман алабы алып жатыр. Орман әсіресе шығыс және экваторлық Африкада кең таралған. Африкадағы әлемдегі ең ірі қорығы бар. Ол Каванга Замбези деп аталады. Қорық жалпы ауданы 44 миллион гектар асады. Қорғалатын ауданы оларды қоршаған 36 қорықтар бар. Кенияда ұлттық саябақтар мен қорықтар ел жерінің 15% алып жатыр. Оларда да піл, керік, мүйіз тұмсық, зебра, буйвол, бөкен, арыстан, қабылан және тағы басқалар. Африкаға тән эндемик жануарлар мен құстардың көптеген түрлерін қорғауға алынған.
Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, Африканың саяси картасының қалыптасу кезеңдері, қандай елдердің отарлары болды, табиғат жағдайының басты ерекшеліктері сипатталды. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс, тақырып бойынша тапсырмалар, кескін картаға Африка елдерінің шекаралары мен астаналарын белгілеңдер. Арнайы белгілер арқылы мемлекеттік құрылымын көрсетіңдер. Осымен сабақ аяқталды.